Дәрігерлік нысанның салынуын бақылап қайтқан аудан әкімі Мұхтар Әуесова Абай ауылына арнайы сапармен барды. Бой көтеріп жатқан ғимараттың әдемілігі былай тұрсын, халық үшін пайдалылығы басты мақсат. Биылғы жылы құрылыс нысандары өңір көркін ашып жатқандай. Қызылорда облысы құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының тапсырысымен жоба құны 435-190 миллион теңгені құрайтын 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның қазіргі күнде жер қазу жұмыстары аяқталып, ғимараттың іргетасы құйылуда. Елдің мұң-мұқтажына құлақ түрген аудан әкіміне ауыл ақсақалдары дән риза. Бұл Абай ауылының тарихының басынан бастап, енді осы биылғы жылдан бастап, Абай ауылына аудан әкімінің көптеген көмегін тиіп жатыр. Көзқарас жақсы болып жатыр. Бірталай жұмыстар атқарылып жатыр. Биылғы жылға мінекей Абай ауылына облыстың әкімінің тапсырмасымен республикалық жолдауымен газдандыру мәселесі қойылған. Бұл газдандыру мәселесі осы қазір 10 шақты күндей болып ауылға таратылып жеткізіліп жатыр қазір. Мінекей жаңа амбулаторияны айттық. Бұл амбулаторияда биылғы жылға осы облыстың бюджетінен бөлінген ақша бойынша бөлініп басталып кетті міне бүгін. Уже 10 шақты күн болды басталғанда міне фундаментін құйып жаңа аудан әкімі келіп ашып беріп кетті. Соған көптен көп ауыл елдің халқы, ауыл азаматтары, елдің адамдары қуаныштымыз бәрімізде. Сол мына аудан әкімінің істеп жатқан жұмыстары жаман емес, жақсы, көңілге қонады. Келіп әр квартал сайын, ай сайын келіп осы ауданда болып жатқан жағдайлар жөнінде есебін беріп тұр. Келіп міне бүгінде келіп бізге келіп амбулаториямыздың несін ашып беріп тұр. Сіздердің келіп тұрғандарыңыз Қазалы ауданындағы Абай атындағы колхоз, қазір Сарыкөл ауылдық советі Абай ауылы деп аталынады. Оның тарихы енді өткен ғасырдың 28 жылдардағы үкіметтің қаулысынан басталады. Ауыл шаруашылығы коллективтерін ұйымдастыру жөніндегі. Мінекей сонан бері Абай атындағы колхоз болып кешегі кеңес үкіметі қарағанға дейін өмір сүріп келді. Қазір сол ауыл сол ойымен осы жерде тұр. Бұл енді ауданға жақын, көгалы көп кезінде ауданның мақтанышына айналған жер әлде де жаман емес. Мынау Қазанның Швейцариясында өз жерге келеді демалатындар. Қазірде де жаман емес, Құдайға шүкір. Ел аман, жұрт тыныш дегендей. Сосын мынау қазіргі кезге талапқа сай әртүрлі жұмыстар атқарылып жатыр. Мынау ауылдың мына жағында, шығыс жағында бақ болатығын, көне соның қоршауы жоқ еді, қазір соны қоршап жатыр. Ауданнан қаражат бөлініп. Сосын мынау ауылды газдандыру мәселесі осы да қолға алынып, бұл жұмыста атқарылып жатыр. Мынау енді бұрыннан келе жатқан мынау амбулатория салу, бұл да негізгі жұмыстың бірі. Қазір мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, басталғанына 10 шақты күн болды. Бұндай жұмыс атқарылып қалды. Осы айдан бастап қазан айында аяғында пайдалануға беріледі деген. Енді әкім болсын, бөтенде активтер, ауылдың активтері осындай жұмыстардың орындалуына жақсы атсалысып жатыр. Соған біз мына ауданнан да жақсы көңіл бөлініп тұр. Соған риза боламыз, рахмет айтамыз. Мынау ел үшін қызмет жүрген азаматтарға рахмет. Былайша республиканың жағдайын күнде осы мына біз ақсақал болғасын қолымыз бос. Жаңағы соңғы хабарды тыңдаймыз ғой. Сол тіпті Астананың айналасындағы, Алматының айналасындағы проблема дегенде шашешектен мысалы. Судың өзі үлкен проблема. Иә. Водовозбен тасып жатыр. Осы заманда қазір анау кім деген анау үйен. Ол ана Марсты игерем деп жатыр мысалы. Осындай заманда сондай болып жатыр. Ал енді біздің жағдай, мен әрдайым осы әкімдер келгенде айтып тұрмын. Мынау бізді баяғыда Совет үкіметінің мамандарымыз ғой, біз бәріміз тұрған. Иә, біз осы сол кезде айтқан біз коммунизмде өмір сүріп тұрғандаймыз қазір. Мысалы, басқа жермен салыстырмалы жағдайда қарағанда. Иә, бізде су бар. Иә, телефон деген барлығы бар. Жол қатынасы деген өте жақсы. Мынау Дариядағы қатынасымыз,
асфальт тербелі ненің барлығы, мұның барлығы шешілген. Енді оның үстінде жаңағы мына көмірден, күл шығарудан, жаңағы плитадан неден құтылсын деп, жаңа пештен баяғы жертөледен құтылсын деп бізге газ әкеліп жатыр. Бұл үлкен мәселе. Мынау үлкен жаңағы орындық больница беріп жатыр. Ана жерден тағы да балдарға мына жасөспірімдерді тәрбиелеу мәселесінде, дене шынықтыру мәселесінде үлкен құрылыстар салып жатыр. Бұл енді абай үшін осы мынау ақсақалдар советінің председателі менің мына құрдасым алпамыс. Бұл кілең мәселе қоятын еді. Осы тірек ауылдар деген болады. Мысалы бермейміз ғой, бұл енді араласып жүрген адам тірек ауыл. Біздің ауылда сондай қылсайшы деп. Міне соған мына біздің ауыл осы тұрғанда несі келіп тұр. Бұл өте жақсы мәселе. Әкімге байланысты не айтуға болады? Ауданның бюджеті бұлар келгелі миллиардтап өсіп тұр, жақсы. Мәселе бюджетті ғой, қаражат болса, барлық ойдағы нәрсенің бәрі орындалады. Мен жаңа айтып жатырмын ғой, ненің облыстың бюджеті 300 миллиардқа өсіп кетті 2 жылдың ішінде деп. Міне соның нелері ғой, малардың барлығына құрылыстың болып жатырғаны, газдың келіп жатырғаны бәрі. Ауданның әкімі осы 2 айға жетпесте келіп, осы даладан сөйлесіп кетіп жатыр, клубқа апарып сөйлесіп кетіп жатыр. Елдің жаңағы несі кеміс, не жетпей жатыр, қандай нәрсе орындалмай жатыр, не талап тілектерің бар, барлығын сұрап жатыр ғой, сұрап жатыр. Кәдімгі өзіміздің үйіміздегі баламызды былай алып қарағанда. Құрылысы қарқын алған нысанның мердігер мекемесі Аман құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болса, авторлық қадағалаушысы Ремпроект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ал техникалық қадағалаушысы Артері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып отыр. 2023 жылдың шілде айында басталған амбулатория құрылысы халықтың игілігіне қараша айының ортасында берілмек. Келісім шарт құны 393-те 976 миллион теңгені құраса, 2023 жылға ұлттық қордан 389-да 515 миллион теңге бөлінген. Қазалы ауданының Абай ауылынан дәрігерлік амбулатория құрылысы тапсырыс берушісі Қызылорда облысының құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасы, бас мердігері Аман құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, техникалық қадағалаушы Артерия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2023 жылға ұлттық қордан 393 миллион қаржы бөлінді. Бүгінгі күнге жер қазу жұмыстары аяқталып, іргетасы құйылуда. Жалпы ғимарат 25 келушіге арналған. Ғимараттың құрамында негізгі дәрігерлік амбулатория ғимараты және модульді жылу қазандығы, септик, автотұрақ қаралған. Ғимарат жалпы кеңсе жабдықтарымен, медициналық жабдықтарымен және компьютер жабдықтарымен жабдықталған. Құрылыс ұзақтығы 3,5 ай. Осы шілде айында құрылысы басталды. Жер учаскесінің көлемі 3000 шаршы метр жерде орналасқан. Сонымен қатар Бозкөл, Кауке елді мекендерінде дәрігерлік амбулаторияның құрылыс жұмыстары басталған. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, аудандағы құрылыс саласының атқарылып жатқан жұмыстарына тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Жасалған және жасалатын жұмыстардың барлығы дерлік халықтың сұранысын қамтамасыз етіп, елдің игілігіне жұмыс жасау қолға алынған. Осылайша құрылыс қарқынды жүріп, шаһар халқының жағдайы жақсарады деген сенімдеміз. Бибінұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Дәурен Қайруллаев, Серік ТВ телеарнасы.